Қайырлы күн, қадірлі көрермен және әріптестер, Жамбыл облысының өңірлік коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Добрый день, уважаемые зрители и коллеги. Региональная служба коммуникации Жамбылской области начинает свою работу в прямом эфире. Баспасөз конференциясының тақырыбы ауылдық округте мемлекеттік бағдарламалар мен жоспарлары жұмыстарын іске асырылу және атқарылған шаралар. Облысымыздың бас медиалының құрметті спикермен таныстырып өтейін. Жамбыл облысы Сарысу ауданы Түркістан ауылдық округінің әкімі Шортанбаев Ахан Амангелдіұлы. Құрметті Ахан Амангелдіұлы, алаңымызға қош келдіңіз. Сөз күн өзіңізде. Мархабат. Саламатсыздар ма, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылар. Әлеуметтік экономикалық даму бойынша қысқаша таныстырып өтейін. Түркістан ауылдық округі 1997 жылы құрылған, жер көлемі 49632, оның ішінде егістік жерлер 13733, жайылым 26404 гектар, жеке қосалық шаруашылық жері 28 гектарды құрайды. Ауылдық округте елді мекендер саны 3-еу, Әшір Бүркітбаев, Арыстанды, Үшбас ауылдарынан құралады. Барлығы 252 аула, 340 жанұя, 1474 адам тұрады. Оның ішінде 1027 қазақ, 12 орыс, 5 украин, 15 Азербайжан, 1 ұйғыр, 1 татар, 1 өзбек, 417 күрді халқының өкілдері тұрады. Ауданымыздағы күрді ұлтының 90% округке қарасты Арыстанды елді мекенінде тұрады. Арыстанда 431 адам мекендейтін болса, оның 315-і күрді, 116-сы қазақ. Округте этносаралық татулық сақталған. Саяси ахуал тұрақты. Күрді ұлты мен жергілікті халық тату ауызбіршілікте тұрады. Аудандық Барбан күрділер этносаяси орталығының төрағасы Айдаров Камал Абдулқадырұлы Арыстанды ауылында тұрады. 2021 жылдың қараша айынан бастап Айдаров Камал ауылдық округ әкімінің аппаратында әдіскер болып жұмыс атқарады. Жыл басынан бері округте 21 нәресте өмірге келді. Ауылдық округ бойынша ауыл тұрғындарына қызмет ететін әлеуметтік нысандар 3 мектеп, 1 дәрігерлік амбулатория, 1 фельдшерлік пункт, 1 балабақша, 2 клуб үй, 3 кітапхана, 2 су жинау ғимараты, 1 вет пункт жұмыс жасайды. Ауыл тұрғындары бос уақытын тиімді пайдалану үшін елді мекендерде 1 аллея, 3 шағын футбол алаңшасы, 3 балалардың ойын алаңшасы, 1 стрит воркаут алаңшалары қызмет жасайды. Округ бойынша әлеуметтік сала. Жыл басынан бері 1-тоқсанда 9 отбасына 48 адамға, 2-тоқсанда 8 отбасы 43 адамға, 3-тоқсанда 7 отбасы 38 адамға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. Ауылдық округте 72 көп балалы ана, 35 мүгедек, 10 асыраушысынан айырылуына байланысты жәрдемақы алатындар, 10 аз қамтамасыз етілген отбасы, 19 алтын алқа, 13 күміс алқа иегерлері бар. Асар жобасы бойынша Әшір Бүркітбаев ауылының тұрғыны көп балалы аз қамтылған отбасы, бала жасына мүгедек қызы бар Қайсарбек Ерланның үйін күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. 25 қазан республика күні ұлттық мерекесі күні пайдалануға берілді. Ауылдық округ бойынша аз қамтамасыз етілген 20 отбасыға демеушілер тарапынан азық-түлік пакеттері, қысқы отын, қаржылай көмектер көрсетілген. Жастардың 2023 жылғы көктемгі және күзгі әскер қатарына баруына қамтамасыз ету барысында ауылдық округ бойынша 50 бала әскерге шақырылып, 6 жасөспірім отан алдындағы борышын өтеуге әскер қатарына жіберілді. Ауылдық округтың негізгі бағыт ауыл шаруашылығы саласы. Ауылдық округта негізгі бағыт бойынша егін егу мен мал шаруашылығы. Бүгінгі күнге мүйізді ірі қара саны 1581 бас, қой ешкі 15069 басты, жылқы малы 843 бас, құс 3207 басты құрап отыр. Ауылдық округ бойынша 70 шаруа қожалық тіркелген және 15 жеке кәсіпкер тіркеліп, ауыл шаруашылығы және басқа да салалармен айналысуда. Осы шаруа қожалықтарында 120 адам тұрақты жұмыспен, 62 адам уақытша жұмыспен қамтылған. Округ бойынша баяндаманың бас жағында айттық, жалпы жер көлемі 49632, осының ішіндегі 26000 жайылымдығы 13761 гектар егістік жері бар. Жерлер толығымен игеріліп, егілуде. Игерілмей қалған 103 гектар егістік бар. Ол бойынша 6790 гектар жайылымдық жерлердің тізімі тиісті шара қолдану үшін аудандық жер қатынастар бөліміне ұсынылған. 2023 жылдың басынан бастап егін шаруашылығымен айналысатын шаруа қожалық құрылымдары сауда кент несие серіктестігінен
54 миллион 300 мың теңгеге несие алып егіс дала жұмыстарын жүргізді. Шаруалар тарапынан 219 тонна арзандатылған дизель отынына сұраныс беріліп, жұмыстар атқарылуда. Ауылдық округ бойынша 2020 жылы күздік бидай 3414 гектар, жаздық арпа 2819 гектар, мақсары 5247 гектар, жоңышқа 1917 гектар жерге егілді. Оның ішінде 450 гектар жаңа жоңышқа егілген. Егіліп жатқан тұқым негізінен 3-4 репродукциялы стекловидная 24, бәйшешек, нұрлан сорты тұқымдары. Егістік жерді күтіп ұстау бойынша кекіре зиянкестігінен егістік алқаптарды тазалау үшін 2020 жылы 340 гектар жерге басқан алқапты анықталып, арнайы парға қалдырылды. Қысқы мал азығын дайындау жұмыстары да қарқынды жүргізілуде. Жоспарға сәйкес 12 мың тонна мал азығы дайындалды. Мемлекеттік бағдарламалардың орындалуы. 400 айлықтық есептік көрсеткіш көлеміндегі қайтарымсыз грант қаражатын көп балалы аз қамтылған 4 отбасы алып, мақсатты түрде пайдалануда. Ауылдық округке қарасты шаруа қожалық төрағалары жыл басынан бері 108 миллион теңгеге 20 дана ауыл шаруашылық техникаларын алды. Бұл жаңа техника 9 айлық статистикалық бір КХ инвест есептілікке қосылған. Ауылдық округке беріліп жатқан 2,5% ауыл аманаты жобасы бойынша атқарылып жатқан жұмыстар бойынша Түркістан ауылдық округінде қыркүйек айынан бастап тұрғындардың әл ауқатын жақсартуға арналған ауыл аманаты жобасы енгізілді. 2,5% жеңілдетілген несиеге ауылдық тұрғындардың тарапынан 100 адам өтініш берілді, және жеке кәсібін ашуға 5 адам өтініш берді. Қазіргі уақытта 20 азаматтың құжаттары Тараз әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына өткізілді. Үшінші бағыт бойынша ауылдық округте кооператив ашу жұмысы бойынша медет шаруа қожалығы береке е кооперативін құрды. 535 гектар жерді игеру жоспарлануда. Төртінші бағыт бойынша округте береке е шаруашылық өндірістік кооператив құрылып, 98 миллион 620 мың теңгеге 12 дана ауыл шаруашылық техникалары мен көктемгі егіс егу үшін 17 миллион 576 мың теңге айналым қаражатына әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына құжаттар рәсімделіп ұсынылды. Бүгінгі күнге береке е шаруашылық кооперативіне 2 дана Юто 1304 тракторы берілді. Басқа техникаларды алу үшін ауылдық округ әкімі аппаратынан жауапты маман кооператив басшысымен бірлескен жұмыстар жүргізуде. Ауыл аманаты бойынша 5-ші бағыт кәсіп ашу бойынша Түркістан ауылдық округінде Бүркітбаев ауылының тұрғыны Құлыбеков Нұрбаш эко-чикен жобасы бойынша, Жылқыбаев Нұрбол Монша, Медетбекова Бақытгүл көлік жуу, Дүтбаев Айтбек мал сою алаңы бойынша, Исмаилова Светлана шаштары жобасы бойынша қажетті қаражатқа өтінім берілді. Жоба құны 40 миллион теңге. Түркістан ауылдық округі бойынша 2023 жылға атқарылған жұмыстарға тоқтала кетсек, ауылдық округке қарасты Қаратас көшесіне асфальт төсемелері төселінді. Ауылдық округте 15 көше орналасқан, барлық көше толық асфальттанған. Тек Әшір Бүркітбаев көшесінің жартысы ғана асфальттанбай тұр. Ол келесі 2024 жылдың бюджетіне ұсыныс жасалғасын дайындап отырмыз, келесі жылға ұсынамыз. Қаратас елді мекеніне заманауи үлгідегі балалар ойнау алаңшасы орнатылды. Бүркітбаев ауылының шағын футбол алаңшасына ағымдағы жөнделер жүргізіліп, төсеніштер ауыстырылды. Бүркітбаев ауылының кіреберісіне жасыл белдеу, жасыл желектер мен қорғаныш аймағы жасалынды. Әшір Бүркітбаев ауылына көше жарығы орнатылды. Әшір Бүркітбаев ауылынан Үшбас ауылына шыға беріс жолына аялдама орнатылды. Әшір Бүркітбаев ауылындағы ардагерлер аллеясына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ардагерлер аллеясына жаздық сахна орнатылды. Қазіргі уақытта құрылыс жүргізілуде. Осы бір аптаның көлемінде бітеді деп күтілуде. Көгалдандыру жұмыстары бойынша Әшір Бүркітбаев, Арыстанды, Үшбас ауылдарына 1000 түп тал егілді. Жалпы округ бойынша атқарылып жатқан жұмыстар осы. Игі істер алдағы уақытта да жалғасын табады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баяндамаңызға рахмет. Әріптестер, қосымша сауалдарыңыз болса, мархабат.
Жақсы. Ахан Амангелдіұлы, тақырып аясында туындаған сауалдарым бар, қоюға рұқсат етіңіз. Жалпы ауылдық округте әкім болып тағайындалғаныңызға қанша уақыт өтті? 2 жыл 9 ай. Осы 2 жыл 9 айдың ішінде ауылдық округте атқарған 3 ірі жобаңызды атап өтсеңіз. Енді аудан тарапынан да істеліп жатқан жұмыстар бар. Жаңа біз баяндамамда айттым, ауылдық округке қарасты 3 ауыл бар деп. 2 ауылы ауыз сумен қамтамасыз етілген дедім. Биыл бір ауылға 3 ауылына ауыз су берілген деп отыр, осы қараша айының соңында. Бұл үлкен жоба. Екінші бір жоба ауданнан жасалып жатқан жоба, ауылға газ тартылып жатыр. 2024-25 жылдары қосылады деп күтіліп жатыр. Енді өзіміздің істеп жатқан жобаларымыз жасыл белдеу бар, ауылға асфальт көшелер жарықтандыру бар, парк соғу бар, сахна соғу сияқты жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Жауабыңызға рахмет. Жалпы өзіңіз атқарып жатқан жұмысқа қандай баға берер едіңіз? Әлі де атқаратын жұмыстар көп, округ үшін, ауыл үшін, халық үшін. Аянбай еңбек ете береміз. Қандай баға бересіз? Ауылдан келгенше жұмыс жасаймыз. Мына ауылға келіп жатқан ауыл аманаты бойынша үлкен тапсырмалар бар. Халыққа түсіндіру жұмыстары бар. Оны алғаннан кейін ары қарай дамыту жұмыстары бар. Сол бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Халыққа кеңінен түсіндіріп жатырмыз, жиналыстар жасап жатырмыз. Жүргізіп жатқан жұмыстарыңызға қандай баға берер едіңіз? Жаман емес. Ал халық қандай баға береді деп ойлайсыз? Халық енді Түркістан ауылдық округі сол ауылдың тумасымын. Енді ауылға істеліп жатқан нәрсеге ризашылықтарын білдіреді. Керекті нәрселерін өтініш қылып, мынандай алдағы уақытта мынандай жобалар ұсынсақ деген қоғамдастық мүшелерімен ақылдасып отырамыз, ауыл қарияларымен. Демек, оң баға береді деп ойлайсыз. Жалпы сіз халықты танисыз, ал халық сізді таниды ма? Таниды. WhatsApp чаттар, жиі кездесулер өткізіп тұрасыз ба? Өткіземіз. Жауабыңызға рахмет. Әріптестер, қосымша әлеуметтік желіден сұрақ келіп түсті. Ұлдана Сағатов атты желі қолданушысы 2,5% несие қай уақытта беріледі деп сұрақ жолдапты. Жаңа баяндамада да айттық, қыркүйек айынан бастап біздің округты қосты осы 2,5%-ға. Сол бойынша қазір біз 100 адамнан өтініш келіп түсті. Солардың құжаттарын қазір кепіл дейді ғой, залогқа үйлерін дайындап, қазір біз 20 шақты құжатты СПК-ға өткізіп отырмыз. Осы жыл соңына, жылдың аяғына дейін алғашқы өткізген құжаттарымызды қаражат түседі деп отырмыз, күтіп отырмыз. Жауабыңызға рахмет. Әріптестер, қосымша сауалдарыңыз болмаса, баспасөз конференциясын тамамдаймыз. Құрметті Ахан Амангелдіұлы, алаңызға келіп тақырып аясында толық ақпарат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, аман, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.